Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай, бір дегенде дастарханыңыздан жоқ болатын және тойымды салат дайындаймыз. Салатты дайындау үшін бізге ең алдымен колбаса қажет. Мен бұл салатты дайындау барысында барлығын төрт бұрышты етіп турадым. Турауында ешқандай өзгешелік, ерекшелік жоқ. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай сынша етіп турасаңыздар да болады. Одан кейін мен тұздалған қияр қостым. Егер сізде тұздалған қияр болмаса, свежий огурциді қоса берсеңіздер болады. Барлығын ұсақтап, төрт бұрышты етіп турадық. Бұл салатта тағы бір ескеретін жайт, араластыру кезінде ешқандай тұз қоспаймыз. Егер сізде тұздалған қияр болатын болса, егер сіз свежий қиярды қосатын болсаңыз, ол кезде тұзды қосу қажет болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыз. Жүгері қажет, кукуруз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін аскөгімізді тураймыз. Үстіне кириешки қосамыз. Және 2 қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кесілген, туралған заттардың барлығы бір-бірімен жақсы бірігіп араласуы керек. Мінекей салатымыз дайын болды. Үлкейге орналастырып, ұсына берсеңіз болады. Ас болсын.